Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін осындай мясо по-тайскийдің үй жағдайындағы рецептін сіздермен бөліскім келеді. Өте қарапайым заттардан жасалады. Ең алдымен бізге керекті заттардың барлығын турап аламыз. Сәбіз, пияз, сарымсақ және тәтті болгар. Тәтіміне қарай сарымсақ сабақтары, яғни чесночные стрелки қосса болады. Ол табылмаса, стручковый фасоль қосамыз. Небәрі үйден табыла қоятын заттардан жасаймыз. Ал ендеше қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, пиязды салып, жақсылап қуырамыз. Кейін етіміз бен сарымсағымызды да салып, жақсылап қуырып аламыз. 5 минуттай қуырамыз. Ал енді туралған сәбізімізді салып, 5 минуттай қуырып, татымына қарай тұз қосып, аз мөлшерде су құямыз, қақпағын жауып, ең баяу отқа жарты сағатта пісіріп аламыз. Кейін болгар қосамыз, менде тәтті болгар, аз мөлшерде чесночный стрелок қосамыз. Жақсылап араластырып, 10 минутқа қақпағын жауып, бұқтырып пісіріп аламыз. Бізде гарнирде ристі қазанға әдемі қылып пісірудің жолын жеке видео қылып түсіремін. Оны төменде подсказка бөлімінен көре аласыздар. Ал енді біздің мясо по-тайскийіміз дайын болды. Үй жағдайында қарапайым заттардан жасалатын өте тойымды тамағымыз дайын болды. Бетіне кунжут себелеп, әсемдеп шығамыз. Маса лайк қойып, комментарий жазып, ең бастысы мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.